Адамдардың кейбіреулері соншалық дәрежеде өзінің кім екенін ұмытқанынан өзін ұлтында білгізбеуге әрекет қылады адамдар. Яғни бұрында өткен уақыттарда, алхамдулилля, ол күндер өтіп кетті. Кейбір жерлерде барып орысша білмейтін адамдар бір нәрсені сұрайын десе, беті қызарып сұрайтын. Осы маған қалай жауап береді екен? Сен еліңде жүрсің, өз жеріңде жүрсің, атаңның үйінде жүрсің, тағы қаяқтан келіп қалған біреулердің тіліменен сөйлеймін деп ұялып жүрген бауырлар да болды ғой, солай емес пе? Мына не деген сұмдық. Адам осындай дәрежеге жетеді, өзінің ұлтында ұмытады, өзінің дінінде ұмытады, өзінің туғанында ұмытады, тіпті өзінің мұсылман екенін білдіргісі де келмейді. Анау бір уақытта біз университетке жаңа келген уақытымызда бір жерде бір кісілер, бір бауырлардан сұрақ қалды, мынау неге сақал қоясыңдар деп. Сөйтсе айтады, енді біз жақта осы жерде Мединеде университетте сақал қояды, сол үшін қоямыз дейді. Көрдің бе? Расул саллаллаху алейхи вассалам сүннеті ғой бұл. Аталарымыз қойды ғой бұны деп айтуға ұялады. Өткенде біреу айтады, сіз мейлі енді және бір рет айтайын, енді ұят болса да. Сіз неге сақал алатындарды әйелдерге ұқсатасыз деп айтады. Кейбір бауырлар бар, сол сақал алған десе ұялады дейді. Енді мен оны қалтадан алып сөйлеп жатқан болсам, айтса жақсы. Бұл шариғат. Одан адам ұялмау керек. Алла субханаху ва тағала сені еркек қылып жаратты. Саған сақал өндіріп өстіріп қойды. Егер сақал бермеген болса, сенің үзірің бар. Жаратылсың осылай. Амма берген болса, оны не істейсің? Аллах бекер жаратпады ғой оны. Сен ойла. Әйелің сақалды болса, кімге жағады? Неге Аллах әйелге бүткіл шашыңды ұқсайды, басқа жеріңді ұқсайды да, сақалға келгенде оған шықпайды, саған шығады? Неге? Демек сен әйелге ұқсама деген ол. Түсінікті ме жоқ па? Біреулер егер сақалын алып жүрсе, ренжитін бауырлар болса, ренжімесін. Ренжімейін десе, сақалын алмасын онда. Түсінікті ме? Ренжімейін десе, сақалын алмасын. Сақал қоюдан да ұялмасын. Неге ұялады? Несі бар екен соны? Ол сақалдан ұялу өткенді айттым. Ол табиғаттың бұзылып кеткенінің белгісі. Себебі сақалды болу табиғи адамның көрінісі де ол. Табиғи сок бар ғой, табиғи сок. Жасама сок бар, табиғи сок бар, я? Сол сияқты әрбір нәрсенің өзінің табиғи болады. Сақалдың болуы ол адамның табиғи суреті. Енді кімде-кім бол сақал өткен уақытта қалып кеткендер, немесе маңғұрттар, немесе соған ұқсаған адамдар десе, бұл егер ақылы менен сөйлеп жатса, біліп тұрса, егер түсініп тұрса, не деп айтқаны, ол кәпір болады ол. Себебі адамдардың ең әдемісі, түрі де, көрінісі де, мінезі де ең әдемі болған ол Мұхаммад алейхиссалату вассалам. Ол кісіге ұқсау әрбір мұсылманға міндет. Сыртқы көрінісі де, ішкі көрінісі де, Наби саллаллаху алейхи уассаламға ұқсау әрбір мұсылманның міндеті. Әшейін егер бұйырмағанның өзінде саған ұқсау қажет болатын. Қалай ол саған бұйырды, қой деді, тиме деді,
және оларды, яғни әйелдердің арасында еркектердің қасиеті бар екенін Айша радиаллаху анха айтып қойды. Еркектерді сақалменен зейнетті қылған Аллахқа әнт етемін дейді Айша радиаллаху анха. Түсініктіңіз ғой? Содан ұялып жүреді біреулер, анадан ұялып жүреді, мынадан ұялып жүреді. Жоқ, мұсылман адам бұл нәрседен ұялса, немесе ол иманы әлсіз, немесе мүлде діні және білімі әлсіз. Амма иманы дұрыс болған, діні дұрыс болған мұсылман ондай нәрселерден не? Тартынбау керек. Тартынатын несі бар оның? Сен біреудің ақысын жедің бе? Сақалына алғандар ұялсын, қойғандар емес. Түсінікті ме жоқ па? Сол шариғатқа қарсы жүрген адамдар ұялсын. Сен ұялатын не істедің? Біреудің нәрсесін жедің бе? Ұрладың ба? Біреуге зұлым жасадың, не істедің? Ештеңе істеген жоқсың. Ақсыз сені егер біреу жамандаса, ол жамандағанына сен әжір аласың. Сен былайда сен сауап аласың. Кейін сен бұл шариғаттың амалдарын істеген уақытында адамдар саған сені мақтау үшін істеген жоқсың. Бұл сақал қою мода емес, хижаб кию мода емес ол. Бұл шариғат. Адамдар разы болса да істейсің ғой. Жек көрсе де істейсің. Разы болса өздері үшін жақсы, жек көрсе өздері үшін жаман, саған ешқандай оның қатысы жоқ. Демек, мұсылман адам өзін Аллахқа тапсырғаннан кейін осы нәрселерді біліп, оған толық амал қылуға әрекет қылады. Содан мына жерде Аллах үйретіп жатыр. Фақул асламту уажия лиллахи ва ман иттабаъани. Менде маған ергендер де осылай. Тура өткенде аят болды ғой. Аллах айтты: "Қул хадихи сабили адру илаллах." Оларға айт, мынау менің жолым. Біліп алыңдар. Бұл жолдың жасырын жері жоқ. Наби саллаллаху алейхи ва салламға түскен шариғаттың жолын жасырынатын ештеңе жері жоқ. Бұл ешқандай саяси да жол емес, ешқандай экономикаға шағыратын да жол емес, басқа да жол емес, ешқандай бұл жолменен мұсылмандар партияда құрмайды. Бұл менен бағанағы үлкен өкіметтегі мансаптыққа да ие болмайды. Бұл менен талапты етпейді. Құл хадихи сабили, мынау менің жолым, не істейсің? Партия құрамын деп атқан жоқ. Аду илаллах, Аллахқа шақырамын деп атыр. Бірақ аля басира, білім менен. Менің дағуатым білімде болар. Кейін бұл жолда менде, мен деп атыр Расул саллаллаху алейхи ва саллям. Ва ман иттабаъани, маған ергендерде. Наби саллаллаху алейхи ва саллямда, Наби саллаллаху алейхи ва саллямға ердім деп, ол кісінің артынан жүрдім, ол кісі маған үлгі деген адамның барлығы Расул саллаллаху алейхи ва саллямның жолымен болу керек болады. Амма өткен сабақтарда айтқандай, мұсылманмын дейді да, исламдамын дейді да, содан кейін ол жахили жолдарды таңдайды. Өткен сабақта айттық қой, 3 адам Аллах субханаху ва таала ең қатты жек көретін адамдар дедік. Солардың бірі мубтағин фил ислами суннатал жахилия. Исламда жүріп, исламда болып, жахилилердің жолдарын талап ететін, соларды қалайтын, соларды істейтін адам. Бұл адамдар Наби саллаллаху алейхи ва салламның ярхамукаллах шариғатына қарсы және Аллах субханаху ва таала жек көрген адамдардың бірі болады.